Сәлем достар, бұл Easy қазақша жобасының екінші сабағы. Біз бүгін қазақша танысуды үйренеміз. Қазақ тілінде танысу түрлері. Есімің кім? Менің есімім Айдана. Сен қай жақтансың? Мен Алматыданмын. Жасың нешеде? Мен 25 жастамын. Қазақ тіліндегі танысу грамматикасы жайындағы лайфхактар топтамасына кезекті берсек. Бірінші лайфхак. Менің атым тіркесін формула ретінде қолданыңыз. Менің атымнан кейін өз атыңызды атаңыз. Мысалы, менің атым Айдана, менің атым Омар. Екінші лайфхак. Дан, ден, шығыс септігін жалғау арқылы қайдан келгеніңізді айтуға болады. Мысалы, мен Түркиядан келдім. Мен Астанадан келдім. Дауысты дауыссызға байланысты Астанадан, Өскеменнен. Келесі лайфхак. Жасты айту. Саннан кейін жастамын сөзін қолданыңыз. Мысалы, мен 20 жастамын. Мен 33 жастамын. Бүгінгі сабақта біз танысуды үйрендік. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Сіздермен бірге Easy қазақша. Келесі кездескенше сау болыңыздар.